Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Егер шашыңыз қатты түсіп жатса, өсуін тоқтатса, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Бүгін біз күріш және лавр жапырағымен маска жасайтын боламыз. Күріш ол шаштың сынуын болдырмайды, тіптерін нығайтып, өсуін ынталандырады. Қайызғақты кетіреді. Ал лавр жапырақтары ол шашты жылтыратып, тіптерін нығайтады. Ал енді маскамызға кірісейік. Бізге осы лавр жапырағынан бір кішкентай тарелка қажет. Міне, енді оны ыдысымызға салып, үстіне күріштен бір жарым қасық күріш қажет, және де 1 стакан су. Барлығын жақсылап араластырамыз. Және де орташа отта кішкене арасында араластырып 10 минут қайнатып аламыз. Міне біздің тұнбамыз дайын болды. Енді біз оны сүзіп аламыз. Және де осындай ыдысқа құйып аламыз. Енді бұл тұнбамызды шашымыздың түптеріне түгел жақсылап тұрып сеуіп, қолмен ары-бері уқалап, шашымызды жинап қоямыз. Сосын кішкене кебіңкіреген соң, қайтадан осыны қайталап, бір күнде 2 рет осылай жасайсыздар. Және де кешке таман екіншісі кішкене кебіңкірегеннен кейін шашыңызды жуып тастайсыз. Осы масканы 1 апта тоқтамай жасайсыздар. Сосын шаштарыңыз түспейтін болады, және де тез өсетін болады. Жасап көрген болсаңыздар, комментарияға бөлісіп, видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар.